Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін қазақ тілін пәнінен 390 бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. 5-ші сынып 1-ші нұсқа. Тапсырма. Бізде бар жоқ 11 сұрақ беріледі. Бұл жерде оқылым және жазылым тапсырмалары болады. Бізде бірінші тапсырма дейді. Мәтінді оқып шығып, көтерілген басты мәселені анықтаңыз. Өз көзқарасыңызды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып дәлелдеңіз. Өз жұбыңызды мұқият тыңдауға тырысыңыз. Оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын 2 сұрақ қойыңыз. Оның мәтінінің идеясын анықтауға белсенді пікіріңізді білдіріңіз. Яғни бұл жерде өзіңіздің сыныптасыңызбен бірге талдайсыздар, бұны өздеріңіз жеке талдайсыздар. Тақырыбы адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті дейді. Бұл мәтінді оқымай өтіп кетеміз. Келесі тапсырмаға өтеміз. Оқылым тапсырмасы, оқылым бөлімі. Тапсырманы оқимыз. Берілген үзінділерді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. А мәтіні беріліпті, А мәтіні және Ә мәтіні болады. Осыған байланысты сіздерге сұрақтар беріледі. Ол сұрақтар осы мәтінге байланысты болғандықтан мәтінді мұқият оқып шығамыз. Тапсырманың мәтінді оқимыз. Кішкентай Марат пен Дархан көрші тұратын достар еді. Екеуі ылғи бос уақыттарын бірге өткізетін. Бірақ Дархан денсаулығына байланысты далаға көп шықпайды. Сондықтан да болар оның мінезі тұйық. Ал Мараттың мінезі көңілді, ақжарқын, досының қамын ойлап жүретін бала. Бір күні Марат орманға саяхатқа барады. Ол гүлдерді қызықтап жүріп бір көбелекті ұстап алады да, қолыма түстің бе? Енді мен сені жібермеймін. Досым Дарханға апарып беремін дейді. Бір кезде көбелек сөйлегендей болады. Жіберші мені, Марат, мен сенің 3 тілегіңді орындаймын дейді. Марат мәз болып, маған велосипед керек дейді. Көбелек өз жеріне ұшып кетеді. Кешкісін Марат үйіне келсе, әкесі оған расында да велосипед сатып әперіпті. Ол қуанып велосипедімен ары-бері Дархан досының терезесінің алдынан өтеді. Досының мұңлы көзін көріп орманға келіп, маған велосипед де, қиялдағы ұялы телефон да қажет емес деп ойлайды. Ол, арман көбелегі, досым аяғынан тұрып кетсінші, сол тілегімді орындашы деп жалынады. Үйіне келсе, ата-анасы Дарханның шетелге дәрігерлерге көрінуге баратынын айтады. Марат Дарханның келуін тағатсыздана күтіп жүреді. Бір күні Марат үйінде ұйықтап жатса, өзін атап шақырған дауыстан оянып кетеді. Көзін ашса, қарсы алдында досы Дархан тұрады. Қуанып кеткен Марат ормандағы арман көбелегіне іштей алғысын жаудырады. Сұрақ. 3 сұрақ берілген екен. Қай ақпарат мәтінге сәйкес дейді. Марат пен Дархан нағыз тату достар. Бұл дұрыс. Екіншісі, Марат табиғат аясында ойнағанды ұнатпайды дейді. Бірінші А жауабында тек біріншісі, яғни бұл жерде Марат пен Дархан нағыз тату достар. Екіншісі, Марат табиғат аясында ойнағанды ұнатпайды дейді. Керісінше ойнағанды ұнатады. Тек екіншісі дейді, бұл жауап дұрыс емес. Екеуі де бұрыс дейді, бұл да дұрыс емес. Екеуі де дұрыс дейді. Бұл да дұрыс емес, өйткені біреуі ғана дұрыс. Марат пен Дархан нағыз тату достар. Екінші сұрақ. Қай абзацта Мараттың арманы орындалады дейді. Яғни мәтінге қайта оралайық. Бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Осы төртінші абзацта міне қарасаңыздар, Марат Дарханның келуін күтеді. Қуанып кеткен Марат ормандағы арман көбелегіне іштей алғысын жаудыртады дейді. Яғни осы жерде міне үшінші абзацта сол тілегімді орындашы деп көбелекке жалынады. Ал төртінші абзацта уже қарап тұрсаңыздар, Мараттың арманы орындалады. Біз белгілейміз, төртінші абзацты белгілейміз. Үшінші сұрақ. Мәтіндегі Мараттың орнында сіз болсаңыз, не істер едіңіз? 3 сөйлеммен ойыңызды жазыңыз дейді. Жазамыз. Егер мен Мараттың орнында болсам, ең бірінші Дарханның тез жазылып кетуін сұрар едім. Екінші, 2 велосипед сұрап, біреуін Дарханға берер едім. Ал үшінші, Дархан екеуміздің достығымыз ешқашан бұзылмаса екен дейтін едім. Келесі тапсырмаға өтеміз. Ә мәтіні. Мұрагер.
бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып, мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әркім маған өз байлығы мен ақылын көрсетуі керек дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, міне менің байлығым, ал кім бай болса сол ақылды. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді, менің осы түрімді көргендер ақылы мен байлығымның алдында бас иеді. Үшінші ұлы да дәл солай күміс пен алтын қапталған белдігін буынып, мұндай белдік ешкімде жоқ дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқап, ең кіші ұлына бұрылып, неге үндемейсің, сенің қандай байлығың мақтанасың дейді. Сонда кенжесі, менде асыл тас жүзік, сәнді киім, алтын күміс жоқ. Тек жұмысқа жарамды екі қолым мен арманымды орындауға ұмтылар жүрегім бар дейді. Шалға кенже баласын тапқыр ойлы сөзі ұнайды, жұмыс істей білген адам жұтамайды деп кенже ұлын мұрагер етіп сайлайды. Үлкен балаларын інісін айтқанын шықпай, талабын орындауды өсиет етеді дейді. Сұрақ: әкесі нені анықтағысы келді? Балаларының өмірге бейімделігін. 5-ші сұрақ: мәтіннің қай бөлігінде қымбат киім киген ұлы туралы айтылады? Ортасында айтылады. Мәтіндегі ақсақал неліктен мұрагерлерін кенжесіне тапсырды дейді. 3 сөзбен жазыңыз дейді. Себебі әкесі сезді, басқа балаларының ең тәуір ақылдысы және кедейлеуі де сол еді. Басқалардың себептері тек байлыққа байланысты болды. Ол екі қолым мен арманым болса ғана деп жауап қайтарады. Әкесі жасағанымен келісемін дейді. Қалған балалары алтын ақшада мастанып кеткен. Жазылым несі бойынша тапсырмасы: білім алушы 2 сұрақтың біреуін таңдайды, құрамы 120-150 сөзден тұратын эссе жазады дейді. Бірінші тақырыбы: Қазақстанда велосипед жүргізушілеріне бұдан былай тротуармен жүруге тыйым салады дейді. Екінші сұрақ: ел ішінде мінез өзгермейді деген ұғым бар. Мінез бен сәбилік, кәмелеттік жас аралығында отбасының қасиеттеріне сәйкес ата-анасының үлгісімен отбасы мәдени тұрмыстық әлеуметтік жағдайларында негізін қалайды дейді. Ал біз бірінші тапсырманы, бірінші сұрақты аламыз. Яғни бұл Қазақстанда велосипед жүргізушілеріне бұдан былай тротуармен жүруге тыйым салынады дейді. Еуропа қалаларында көптеген адамдар велосипедпен жүреді. Өйткені олар велосипедтің жанар-жағармайды үнемдейтінін және қоршаған ортаның ластануын азайтатынын біледі. Соған қарамастан, елімізде қала орталығында велосипедпен жүруге тыйым салу туралы шешім шығарды. Ал мен бұл шешіммен толық келісемін. Осы тұрғыдан өз көзқарасымды түсіндіріп өтсем, менің ойымша бұл шешім дұрыс. Біріншіден, біздің жолдарымыз Еуропадағыдай велосипедпен жүруге арналмаған, олар тым тар, велосипедтерге арналған арнайы жол жоқ. Сонымен қатар велосипедтер бізге жол қауіпсіздігі жағдайында көмектеспейді. Тіпті кейде велосипед айдаушылар жүрек жол қозғалысы ережесін бұзады және қайғылы жағдайға душар етеді. Тағы да айта кетер жайт, еліміздің оңтүстік өңірінің, солтүстік өңірінің ауа райы велосипед жүрісіне қолайлы емес. Қыста жолдарда мұз қатады, көктем мен күзгі уақытта жолдар жауынды, сондықтан велосипед қозғалысына қиындық тудырады. Екіншіден, кей адамдар велосипедпен жүру біздің денсаулығымызға пайдалы деп жатады. Алайда бұл пікірге мен толықтай келіспеймін. Себебі көптеген жол апаттарында велосипед айдаушылар жарақат алып жатады. Кей адамдар велосипед айдау экологиямызға пайдалы деп қарсыласы мүмкін, бірақ сіз тезірек жүретін әрі жайлы көлік түрді автомобильге арнайы тазарту құралын орната аласыз. Қорыта келе, бұл мәселеге түрлі пайым көзқарастар бар. Меніңше жолда арнайы велосипед жүру жолы болмаған жағдайда қала орталығында велосипед айдауға тыйым салынуы керек. Менің ойымша, велосипед ауыл арасы сияқты қысқа жолдарда жүретін көлік түрі болып табылады. Достар, осымен біздің ТЖБ талдауымыз аяқталды. Бұл бізде 5-ші сыныптың 3-ші тоқсанға арналған 90-дық бөлім бойынша жиынтық бағалауы. Бірінші нұсқасын аяқтадық. Осы видео сізге көмегі тиіп жатса, біздің арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта 2-ші нұсқаны шығарамыз. Сау болыңыздар.